Оны алғаш медресемізде анасы ертіп келгенді. Құжаттарын қабылдау барысында есімін сұрағанымда Фатима деп жауап берген болатын. Артынша егер мені қари ете алмайтын болсаңыздар, шәкірт болудан бас тартамын деп бізді біраз састырғаны әлі есімде. Ынтасына іштей таңырқап, сен еш уайымдама, қаласаң қари болып та, ұстаз болып та шығасың дедім. Мұны естігенде Фатиманың жүзі бал-бұл жайнап кетті. Анасы сөзге араласып, қызым балалықпен артық сөйлеп қойса, айыпқа бұйырмағайсыз деді. Жатса да тұрса да бар айтары қарилық. Ауыл молдасынан естісе керек, хадисте Құранды бастан аяқ жаттағандарға ақыретте жақұттан тәж кигізіледі делінген. Бұл жайында енді біздің бар білеріміз осы. Сіздер бізге қарағанда артық білесіздер ғой. Ол не дегеніңіз? Біздің де білгеніміз 1-9, білмегеніміз 99 ғой. Барлық адам сіз секілді білгеніне амал етсе игеді. Еш алаң болмаңыз, қызыңызды аманат деп қабылдаймыз. Уақыт өте берді. Фатима алғашқы күндерден ақ зеректілігі мен әдептілігі мен менің жан дүниемді баурап алды. Өзі қатар басқа шәкірттер ұйықтап немесе басқа тірліктермен шұғылданып жатқанда, ол Құраннан бас алмайтын. Бірде маған келіп, ұстаз, қари болу үшін Құранды толығымен жаттау шарт па? Деп сұрады. Мен де, әлбетте солай. Қари атану үшін барлық аятты жаттауыңа тура келеді дедім. Бұл жауабым бала көңілін жыққандай болып көрінді. Ештеңе деместен сыныптан шығып кетті. Араға көп уақыт салмай, сырқаттану себебінен бірнеше дәрісті жіберіп алды. Сабақтан қалуы үдегесін уақыт тауып сөйлесуге тырыстым. Оған барып, саған не болды? Әлде ата-анаңды сағындың ба? Деп сұрадым. Тосын сұрағыма қатқыл дауыспен жоқ деді. Олай болса не үшін көңілсізсің? Жиі науқастанып та жүрсің дегенімде, мені қате түсінбеңіз. Бұл жер маған өте қатты ұнайды. Медресені тастап кетуге қалайша қимақпын. Ондай қадамға баруға әуелі Алладан қорқамын. Берген мүмкіндікті пайдаланып, діни сауатымды арттырсам, ақыреттегі жағдайым қандай болмақ? Деп көздерінен моншақ жастар домалап түсті. Айтуын айтсам да артынан өкініп қалдым. Бір жағынан қатты таңырқадым. Кішкене жүректе мұншалықты кемел иман қалайша орыққан десеңізші. Араға 2 күн салып, Фатима төсек тартып жатып қалды. Ауруханаға апаруға тура келді. Дәрігерлер ем-домын жасады. Таныс дәрігерім бөлмесіне кіргізіп, тез арада Фатиманы үйіне қайтару керектігін айтты. Неге деп сұрағанымда, тіпті айтуға да қиын. Қыз аққан ауруымен ауырады деген жауап алдым. Үстіме біреу мұздай су құйып жібергендей сезіндім. Өз құлағыма өзім сенбей абдырап тұрғанда орнымда қатып қалыппын. Фатиманың жанына барғанымда солғын тартқан еріндері жыбырлап, ұстаз, Әзірейіл адамдардың жанын алуға келгенде қандай кейіпте болады? Деп сұрады. Ішім қан жылап тұрса да білдірмеген кейіппен, мүмін құлдарға әсем бейнеде көрінеді, деп жауап бердім. Кенет жүзін жас жуып кетті. Өксік аралас әлсіз дауысымен, мүмкін қари бола алмаспын. Алайда Аллаға шүкір мұсылманмын, деді. Қари болу үшін бүкіл Құранды жаттау керектігін айтқанымда, неліктен жабырқағанын енді түсіндім.
Демек періште көңілі сырқатын білген екен. Алыстағы ауылдан жеделдетіп анасы да жетті. Фатима заттарын жинастырып болып жаныма келді. Байыпты қалпынша, сізді ренжітіп алмадым ба? Деп сұрады. Ол не дегенің, не деп ренжеймін саған? Сен қарилығымды бітіре алмадың, деп әсте қамықпа. Тәуекел етіп осы жолға түскен екенсің. Мейірімі шексіз Алла ниетіңе қарай қарилардың санатына қосып қояды. Иншалла. Қатты қуанып ойныма асылды. Көздерінен қуаныштың жасы мөлтілдеп, расымен қарилардың қатарына қосылу мүмкін бе? Деп сұрады. Иншалла. Анашым, естідің бе? Осылайша қияр да қимай Фатиманы үйіне шығарып салдық. Сырқатынан айығып, қайта келуден үміттендік. Хат алмасып тұрдық. Кезекті бір хатында жақұттан жасалған тәжді кигенін түсінде көргендігін баяндапты. Қатты қуандым. Бір күні ақшам намазынан кейін телефоным шырылдай кетті. Тұтқаның арғы жағынан өксікке толы Фатиманың анасының даусы шығып жатты. Ұстаз, Фатимадан айырылып қалдық дегенде, мен де өз-өзімді ұстай алмадым. Анасы сөзін жалғастырып, жан тәсілім етер алдын сізге мына сөзін жеткізуімді өтінді. Анашым, ұстазыма айтыңызшы. Әзірейіл біз ойлағаннан да сұлу екен, депті.